Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын екі түрлі булочка дайындаймыз. Екі түрлі бөлке дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдыменен дрожжымызды суға салып, оның үстіне бір шай қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, тұндырып қойып қоямыз 10 минутқа. Бір жұмыртқаны толық саламыз. Екінші жұмыртқаның ақ уызын ғана саламыз да, сары уызын бөлек алып қоямыз. Ол бізге кейін керек болады. Тұз, май, қант, жылы сүт, біраз құйып, жақсылап араластырамыз. Дрожжымыз жақсы көтерілді, ашытқымызды құйып, оның үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Електен өткізген маңызды, сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Басында осындай қасықпен араластырамыз, қамырымыз жұмсақ шығу үшін. Қалған ұнды салып, сүтті құйып, қолымызбен жақсылап қамыр қылып иілейміз. Неге біздің қамырымыз дайын, жұмсақ әдемі қамыр болып шықты. Қамырдың иігін қандырып, қайтарып иілейміз. Қалған майды осылай құйып, біраз бетін майлап, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біраз 15 минут уақыт өтті. Осылай басамыз көтерілген. Бетін жауып, тағда 20 минутқа қойып қоямыз. Менде осындай салмасын дайындаймыз. Салмасына менде варенье, яғни менде тосап, оны осындай блендерден өткіздім. Өріктің тосабы. Қамырымыз ашып, жақсы көтерілді. Енді бөліктерге бөлеміз. Алақаны ортасына қойып, видеодағыдай домалақтаймыз. Бізде дайын, бетін жауып қойуды ұмытпаңыздар. Шетінен алып, жая бастаймыз. Ортасына салмасын саламыз. Көп салудың қажеті жоқ. Әйтпесе сыртына ағып, шығып кетуі мүмкін. Сіздер қалауларыңызға қарай сүзбе, әртүрлі джем, варенье сгущенка салсаңыздар болады. Ал мен үйдің тосабын, яғни вареньесін қолдандым. Екеуі жасап аламыз да, бір-біріне біріктіріп, осылай жасаймыз видеодағыдай. Өте оңай жасалады. Бүктеген жағымызды астына қаратып, осылай жасаймыз. Өте тез әрі оңай жасалады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шығып жатыр. Жайғанда ұзындығына жайыңыздар. Видеодағыдай сол кезде ұзын болып жайылады қамырымыз. Листің үстіне пергамент қағазын төсеп орналастырамыз.
бетін осылай жауып 15 минут тұндырып қойып қоямыз. Жұмыртқаның сарыуызының үстіне бір ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Екіншісін дайындаймыз, екінші бөлкелерді. Осылай домалақ күйінше қоямыз да, оның да үстіне бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Енді бір ас қасық көлемінде сары майдың үстіне бір шай қасық қант саламыз. Бір ас қасық ұн салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді булочкалардың үстіне осылай сеуіп шығамыз. Өте ерекше болып шығады. Қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Мінекей біздің бөлкелеріміз дайын. Өте әдемі болып пісіп шықты. Қараңыздаршы, қандай керемет қып-қызыл. Асты да үсті де бір келкі болып пісіп шықты. Жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Тәрелкелерге салып ұсынамыз. Мерекелік дастархандарға, жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Қараңыздар, жұмсақ, өте дәмді. Ортасындағы салмасы да өте дәмді болып шықты. Екінші булочкамыз да осылай болып шықты. Қараңыздар, қандай керемет қып-қызыл болып пісіп шықты. Асты да үсті де қып-қызыл. Жұмсақ, өте дәмді болып пісіп шықты. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға осылай дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менде бұдан да басқа рецептері бар. Кіріп қараңыздар.